Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін сіздермен модальді етістіктерді ары қарай жалғастыратын боламыз. Және келесі ең көп қолданылатын модальді етістік бізде must және have to. Мен екеуін бірге алып отырмын, себебі екеуінің мағынасы бір. Дайын болсаңыздар, кеттік. Бірінші сабақта біз сіздермен can, could модальді етістігіне, екінші сабақта may, might тоқталдық, ал енді must және have to. Жалпы бұл модальді етістік ең көп қолданылады. Аудармасы орыс тілінен должен, обязан, қазақ тіліне аударғанда керек және міндеттісің. Міне осылай бұл модальді етістікті аударсақ болады. Жалпы екеуінің мағынасы, аудармасы бәрі бір-біріне ұқсас. Мысалы, I must stop smoking. Smoking дегеніміз темекі шегу, stop тоқтату, must керек. I дегеніміз мен. Сонда маған темекі шегуді тоқтату керек. I understand that I must stop Heather. Келесі сөйлем дәл осылай. I have to follow dress code. I have to. Қараңыздар, must-тан кейін бізде to қойылмайды. Have to бұл өзі, to өзінікі. Сол үшін to бір бөлек нәрсе емес, модальді етістіктің ішінде have to-дің өзінде бізде to бар. I have to follow dress code. Мен dress code-ды сақтауым керек. Көрдіңіздер ме? Екеуінің де мағынасы керек. I have to follow the rules. Ал енді өзгеруін қарайық. Жалпы must өзгермейді. I, you, we, they, it, арман, әсем, біз, олар, мен барлығында бұл must болып қала береді. Мен міндеттімін. Сен міндеттісің, біз міндеттіміз деген сияқты. Ал have to бұл кішкене тоқалдан туған өзгереді. I, you, we, they де have to болады. He, she, it да has to болып өзгереді. Егер дәл осы сөйлемге біз he, she қоятын болса, қараңыздар. She has to follow dress code. Ал енді келесі сөйлемдерге қарайық. Біз қазір must және have to-дің болымды түрін қарастыратын боламыз ең бірінші. Қараңыздар. Біріншісі, I must think about safety. Safety дегеніміз қауіпсіздік. Must think ойлау керек. About не туралы? Қауіпсіздік туралы. Мен қауіпсіздік туралы ойлауым керек. Дәл солай, I have to wear uniform. Мен униформа киюге міндеттімін. Жалпы екеуінің кішкене айырмашылығы бар екенін байқап тұрсыздар ма? Мына жақта сіз өзіңіз жеке шешіміңізді айтып жатырсыз. Мен қауіпсіздік туралы ойлауым керек деп. Сіз ол қауіпсіздікті ойласаңыз да болады, ойламасаңыз да болады, бірақ ол сізге керек нәрсе ғой. Мысалы, самолетта. Ал мына жақта I have to wear uniform. Сіз керек деп жатқан жоқсыз, сіз міндеттімін деп айтып жатырсыз. Мысалы, мектепте сіз униформа киюге міндеттісіз. Енді қараңыздар, бірдей сөйлем алып көрейік, екеуінің айырмашылығын қарастырамыз. I must see the principal. Principal дегеніміз директор. Мен директорды көруім керек. Мына жақта да I have to see the principal. Мен директорды көруім керек. Екеуінің аудармасы бірдей, бірақ бұл жақта контекст бар. То есть, егер сіз секретаршаға келіп айтасыз, I must see the principal десеңіз, сіз, значит, өзіңіздің жеке шешіміңізді айтып жатырсыз. Значит, сіз директорге бір мәселемен келіп тұрсыз, бір нәрсені обсуждать етуіңіз керек, жеке өзіңіз келіп тұрсыз. Must айтсаңыз, уже секретарь оны түсінеді. Значит, бұл өзінің жеке шешімімен келіп тұр деп, Ал егер сіз I have to see the principal десеңіз, онда директор сізді шақырды, және сіз оған кіруге міндеттісіз. Осында кішкене ғана грань бар, осындай болымды сөйлемдерде. То есть, must айтсаңыз, болымды сөйлемде ол сіздің жеке шешіміңіз, немесе эмоцияңыз, ал have to бұл міндеттеме, немесе қағида. Орысша, мына жақ ваши эмоции, но вынужден деп аударылады. Сіз міндеттісіз деп. Жалпы болымды сөйлемде must пен have to-дің күштілігін, мықтылығын сіздер осы процентпен қарасаңыздар болады. Бұны мен өзім ойлап тапқам, өзіме оңай болу үшін. Have to болымды сөйлемде күштірек 60%,
Ал must болымды сөйлемде кішкене төменірек 40%. Ал енді болымсыз түрін қарастырып көрейік. Ол жақта мүлдем басқа. I must see you again. I must see him, Elizabeth. I have to follow my heart. I'm sorry. Ал енді болымсыз түрін қарастырайық. Жалпы осы болымды және болымсыз сөйлемдерді бір-бірінен ажыратып үйренсеңіз, яғни must and don't have to, қашан must, қашан have to қолданылатын. Сол кезде сіз must пен have to-ды мүлдем шатастырмайтын боласыз. Себебі бұлар болымды сөйлемде басқаша и болымсыз сөйлемде басқаша. То есть мынандай процент өзгереді. Бағана бізде басқаша болатын. Байқадыңыздар ма? Қараңыздар, енді болымсыз түріне, ja? Mustn't и don't have to. Have to бұл өзін-өзі обслуживать ететін етістік емес. Сондықтан бізге көмекші, осы шақтағы көмекші do does келеді. Don't have to немесе doesn't have to деп айтасыз, егер ол he, she, it болса. Енді мысалға назар аударайық, ja? You mustn't take photos here. You mustn't take photos here. Mustn't деген кезде мынау т негізі айтылмай кетеді. Mustn't. You mustn't take photos here. Сен бұл жақта фото түсіруге, саған бұл жақта фото түсіруге болмайды. Көбінесе негізі музейлерде mustn't деп жазылуы мүмкін. You mustn't smoke, you mustn't take photos деген сияқты. Яғни бұл запрет, заң бойынша, белгілі бір мекеменің ережесі бойынша болмайды деген нәрсені біз mustn't пен айтамыз, болымсыз түрмен. Ал don't have to және doesn't have to. Мысалы, you don't have to get up early tomorrow. Саған ерте тұру керек емес. Ерте тұруға міндетті емессің, ja? Бұл сенің жеке ойың, яғни личное мнение. То есть бағанағы біздің процентовкада must бізде 40%, have to 60% болған еді, ja? Мықтылығы, күштілігі, яғни. Ал болымсыз сөйлемдерде бұлардың проценті өзгереді. Mustn't бұл жақта күштірек. Егер сіз mustn't пен айтсаңыз, бұл белгілі бір ереже, қағида. Ал don't have to мен айтсаңыз, бұл сіздің жеке ойыңыз. Маған ерте тұрып керек емес. Ерте тұрып қажет емес, маған міндетті емес ерте тұруға. То есть өзіңіз шешім қабылдай аласыз. Ал енді сұрақта. No, I mustn't. I mustn't say. And you mustn't take it personal. Okay, forget it. I have to tell you nothing. Ал сұраулы сөйлемдерде біз, как обычно, must'ты алдына шығарамыз. Модальді етістіктердің көбісі өзін-өз қамтамасыз етеді. Яғни сұрағы да, болымсызында да ештеңе қажет емес. Must I put on a suit? Мен сыртынан костюм киюім керек па? Ал егер сұраулы сөйлемді біз have to мен қоятын болсақ, біз do немесе does қоямыз. Does бізде, как обычно, he, she, it. Егер сіздер шақтарды білмейтін болсаңыздар, бірінші міндетті түрде шақтарды көріп шығыңыздар. Міне осында қалдырып кетем. Менің шақтарға арнайы түсірілген видеоларымды көріп, одан кейін модальді етістіктерді қарауға кеңес беремін сіздерге. Do I have to put on a suit? Мен костюмді киюге міндеттімін ба? Деп сұрап жатырсыздар. Must және have to модальді етістіктерінің айырмашылығы сіздерге толық түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінікті болса, міндетті түрде комментарийге сөйлем құрауды ұмытпаңыздар және астында берілген тестті міндетті түрде орындап шығыңыз. Бұл сіздің қазіргі видеодан алған біліміңізді тұрақтандыру мақсатында тестті орындау қажет деп ойлаймын. You must do the test. Сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye. Wish you good luck.